Сәлем достар, бүгін біз осындай өте дәмді, ең бастысы жеңіл дайындалатын кекстер жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен 2 жұмыртқаны алып, оған 200 грамм сахар салып, жақсылап миксерлейміз. Егер де миксер болмаса, венчикпен жасай берсеңіздер болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін, оған 50 грамм сары май, яғни ерітілген сары майды қосамыз. Және оны жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін, 1 чайный ложка содаға уксус қосып, оны осы массаға саламыз. Және де 300 грамм ұнға 5 чайный ложка какаоны салып араластырып, оны осыған електен өткізу арқылы қосамыз. Және кішкене араластырғаннан кейін 100 мл сүт қосамыз. Және сонымен де жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырғаннан кейін жақсы консистенция шығуы тиіс. Міне осындай болуы тиіс. Және оны формаларда саламыз. Силиконовый форма болса, сонымен де жасасаңыздар болады. Осыны 200 градуста 20 минутта пісіреміз. Міне осымен дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге кеңес беремін. Менің YouTube арнама және Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.